Сәлем достар! Бүгін хит балды чизкейк тортын дайындаймыз. Заманауи жаңартылған өте дәмді балды торт. Сондай нәзік, жұмсақ, ауызда еріп кететін торт екен. Өзіме өте қатты ұнады. Сізге де ұнайтынына сенімдімін. Алдымен чизкейктің астын жасап аламыз. Ол үшін өзіңізге ұнайтын кез келген печеньені блендермен майдалап, ертілген сары май қосып араластырып аламыз. 20-22 диаметрлі форманы дайындап аламыз. Соның ішіне жаңағы печеньелі массаны салып, жан-жағына астына жақсылап жабыстырып, чизкейктің астын жасаймыз. Енді балды қамырға асты қалың табада май, қант және балды ерітіп, толық еріген соң ас содасын қосып, белсенді араластырып тұрамыз. Осылай көпіршиді, көтеріледі. Осылай әдемі қызыл түске енгенше араластыруды тоқтатпаймыз. Оттан алып, қол күймейтіндей, жұмыртқа пісіп кетпейтіндей жылы болғанша суытамыз. Суыған соң жұмыртқаны қосып араластырамыз. Жайлап ұнды қосып отырып араластырамыз. Осындай қатты жұмсақ қолға жабысқақ болады. Тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Сол кезде қамыр суып, қолға жабыспайтын болады. Қамырды алып, дастарханға ұн сеуіп, қамырды түсіріп аламыз. Теңде 2-ге бөліп, қағаз үстінде кішкене ұн сеуіп отырып жаямыз. Шанышқымен тесіп, 20-21 диаметрлі формамен басып аламыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 10-15 минут пісіреміз. Қатты көп ұстап қоймаңыз, қатып қалмасын. Ыстық кезде өте жұмсақ болуы керек. Міне пісіп шыққанда осындай жұп-жұмсақ болады. Қағаздан босатып, шеттерін алып тастаймыз. Енді чизкейк жасаймыз. Ол үшін сүзбелі ірімшікті, қантты жұмыртқаны, қою қаймақты, сұйық қаймақты, балды және лимон шырынын қосып, блендермен езіп аламыз. Ең соңында жүгері крахмалын қосып араластырып аламыз. Енді тортты жинаймыз. Ең басында жасаған печеньелі основаға чизкейк құямыз, сосын балды корж қоямыз. Тағы чизкейк құямыз, екінші балды корж қойып, ең соңында чизкейк құямыз. Алдын ала 170 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Пештің ішіне міндетті түрде бір формаға ыстық қайнаған су құйып, салып қоямыз. Орысша айтқанда пеште водяной баня жасаймыз. Алғашқы 30 минут өткен соң пештің градусын 150 градусқа түсіріп, тағы 30 минут пісіреміз. Уақыт біткен соң пештің есігін ашып, тортты алмай толық суытамыз. Содан кейін шығарып, тоңазытқышқа 1 түнге қалдырамыз. Толық суытпай кесуге болмайды. Міне келесі күні тортты тоңазытқыштан алып, бетіне балды корждан шыққан үгітіндіні сеуіп, голубикамен әсемдеп алдым. Өз қалауыңызша әсемдей берсеңіз болады. Әдемілеп кесу үшін міндетті түрде ыстық пышақпен кесеміз. Қараңыздаршы, қандай әдемі тілім болды. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тек жасап өзіңіз жеп көріңіз керек қой. Не деген жұмсақ, балдың дәмі керемет шығып тұр. Бал мұздақпен жеп отқандай болдым ғой мына чизкейктің арқасында. Бірден ауызда еріп кетіп жатыр ғой. Керемет торт. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеом ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ас болсын.